Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгінгі біздің видеомыз асқазан қыжылы. Асқазан қыжылы неден пайда болады және оны қалай аяғамыз, қалай емдейміз? Құрметті көрермендер, біздің каналымыздың 90%-ын каналымызға тіркелмеген оқырмандар мен көрермендер қарайды екен. Сіздерден өтініш, біздің каналымызға тіркеліп, өз пікірлеріңізді қалдырып кетсеңіздер. Асқазан қыжылы, яғни изжога, көкірек тұсынан басталып, өңешке дейін созылатын кеуде тұсындағы жайсыздық немесе ашығандай әсер алу. Бұл көбінесе асқазаннан өңештің сілтік ортасына түсетін қышқылдың әсерінен пайда болады. Медицинада мұны асқазан сөлі қышқылының артуының белгісі деп қарайды. Мұндай сезім көбінесе тамақтан кейінгі бір бағыттан соң, не қалыпсыз дене әрекеті мен ауыр дене еңбегінен кейін білінуі мүмкін. Сонымен қатар қыжыл диафрагмалды грижа, асқазан жарасы, гастрит, эзофагит кезінде де пайда болады. Адамдардың ас ішу уақытының тұрақты болмауы асқазан қыжылын тудыратын басты себептерінің бірі. Егер адам біраз уақыт тамақ ішпей аш жүріп, бірден тоя тамақтанса, болмаса тамақтан соң дереу ұйықтап, не моншаға түссе, ас қорыту кезінде асқазанға қажетті оттегі толық жетіспейтіндіктен бұл асқазанның созылуына, кейін келе асқазан қыжылына алып келеді. Сондықтан астан соң ешқандай дене әрекетінсіз аз уақыт кеудені тік ұстап отыру пайдалы. Медицинада қыжыл жүрек қан тамырлары және жүйке жүйесі аурулары әсерінен де пайда болады деп қаралады. Сондықтан қыжыл тек азықтықтар әсерінен болады деу қате көзқарас. Халқымыз ауру астан деп бекер айтпаған. Қазіргі кезде адамдар қолайлығына қарай көп тұтынуға дағдыланған жасанды азықтардың адам денсаулығына кері әсері өте мол. Себебі мұндай азықтар ұзақ уақыт сақталу үшін химиялық қосылыстар арқылы қатырылатындықтан ондағы қышқылдар ас қорыту жүйесінің қалыпты қызметін бұзуы мүмкін. Шала дайындалған қышқылды тағамдарды көп жеуден, мысалы ұннан жасалған тәтті тағамдарды, жаңа демделген кеселдерді жегеннен кейін де көп адамдарды асқазан қыжылы пайда болады. Дегенмен бұл аса қауіпті емес. Асқазанға тамақ жақпаудан пайда болатын мұндай сезімдер жиі кезігіп жатады. Бастысы асқазан дертіне шалдығудан сақтану керек. Ол үшін асқазан қышқылын арттыратын тағамдарды, жасанды азықтарды аз тұтынуға дағдыланған жөн. Асқазан қыжылынан жүкті әйелдер де көп зардап шегеді. Себебі токсикоздың әсерінен олар көп құсады. Құсықтың әсерінен өңеш тітіркендіретін әрі жүктіліктің екінші бөлігінде уақытша болатын асқазанның кардиалды бөлігінің функционалды жетіспеушілігінен асқазан қыжылы пайда болады. Мұндай кездерде тамаққа тәбет азаяды. Асқазан ауруы бар науқастарда қыжыл көбінде кекірумен қатар келеді. Мұндай дертке шалдыққан науқастардың тамақтанған соң көкірек тұсы ашып, ыңғайсыздық пайда болады. Көбінесе қыжыл түзу жатқанда еңкейгенде күшейеді. Халық арасында асқазан қыжылын емдеудің бірнеше жақсы тәсілдері бар. Солардың ішіндегі ең көп қолданылатын түрі кәдімгі ас содасын қолдану арқылы қыжылды басу. Бір стакан қайнаған жылы суға бір шым-шым ас содасын араластырып, суды суытпай ішу керек. Асқазан қыжылы бар науқастар жылы минералды су, сүт ішуге дағдыланғаны дұрыс. Себебі сүт асқазанға ең жеңіл әрі пайдалы тағам. Кей жағдайларда медициналық көмір ұнтағын сумен араластыру ішу арқылы қыжылды басуға болады. Асқазан қыжылын басудың тағы бір тиімді жолы картоптың жаңа сығылған сөлін пайдалану. Бұл бір жағынан созылмалы гастриттің алдын алуға да әсер етеді. Картоп сөлін тамақтан 15-20 минут бұрын күніне 4 рет 1 стаканнан ішіп тұрсаңыз, емнің өнімділігін 2 аптадан соң-ақ байқайтын боласыз. Егер қыжыл басылса, емделуді тоқтатпаған жөн. Бұл тәсілді асқазан жұмысын жақсарту үшін күніне 2 рет жалғастырып қабылдай беруіңізге болады. Қарапайым тұрмыста қыжылды емдеудің түрлері өте көп. Егер
80-100 грамм алма не сірке қышқылын тамақтанар алдында күніне 1 рет 2-3 апта қабылдасаңыз, қыжылдан құтылуға болады. Құлмақ ұнын қоңыр түске жеткенше қуырып, үгітіп, елеп, күніне 3-4 рет пышақтың ұшымен алып жей берсе де қыжылды басуға септігін тигізеді. Егер қыжыл жарты ай ішінде аптасына 3 реттен артық қайталанса, міндетті түрде дәрігерге қаралу керек. Өйткені асқазанның өзге де қатерлі дерттерінің әсерінен қыжыл сезімі көп пайда болуы мүмкін. Қыжыл кей жағдайда тамақтан уланудың әсерінен де болады. Уланудың алғашқы белгілері тамақтанғаннан кейін 30 сағаттың ішінде білінетіндіктен әсте асқазан қыжылына сәл қарауға болмайды. Дер кезінде дәрігердің көмегіне жүгініп, қажетті ем қабылдап тұру өзіңіз үшін қауіпсіз әрі пайдалы. Қыжылдан көп зардап шегетін науқастар майсыз асқан ет, құс еті, балық өнімдері және буға пісірілген тағамдарды көбірек тұтынуы керек. Жұмсақ пісірілген мұндай өнімдер ас қорыту жүйесіне көп күш түсірмейді. Шығыс медицинасы бойынша көңіл күйдің тұрақсыздығы да асқазан ауруына алып келеді. Өйткені қатты ашуланудан адамның бауыр қызметі бұзылып, асқазанға қан жетіспейді. Яғни қан айналасының қалыпсыздығы салдарынан жасушалық, ұлпалық меридиандар бұзылатындықтан асқазанда болатын қатерлі ауруларды туғызады. Сондықтан әрқашан қыжылға сәл қарамай, дер кезінде себебін анықтап, дәрігердің көмегіне жүгініп отыру керек.